Good afternoon, pupils. Good afternoon, teacher. Okay, sit down, please. Thank you. How are you? I'm fine, thank you. Okay, okay. Pupils, today we have some demonstrative lessons, special lessons. So I have to ask for you, what date is it today? What date is it today? Today is 26th of November. Okay, 26th of November. Okay, thank you. And what day is it today? Asya, can you tell me what day is it today? Friday. Today is Friday. Okay, thank you. So, what is the weather like today? Who knows? What is the weather like today? Cold. Today is cool, And cloudy. and cloudy. Today is cool and cloudy. Okay, so what was your homework for today? Homework? In English? Жаттау, сөздікті жаттау қалай айтамыз in English? No. Жаттау деген сөз. Learn by heart new words. Learn by heart new words. Okay, who will answer learn by heart new words? Кім жауап береді? Кім жаттады бізде жаңа сөздіктерді, өткен сабақтағы сөздіктерді? Асиядан басқа тағы да Нұрбек, кім жаңа? Жансая? Жансая. Кім Асия қазақшасын сұрашы, Жансая саған жауап береді. Қамлы. Өкпе. Окей. Окей, молодцы. Мындар. Масыз. Джойс. Бұлшықеттер. Масыз. Жүрек. Хан. Күш. Стресс. Жаттығу. Эксерсайз. Дене. Ой. Қысым. Стресс. Мысалу. Окей, молодцы. Достаточно. Жетеді. Окей. Молодцы. Енді біз өткен сабақта естерінде болса не жайлы бізде тақырып? Who wants to answer? What about team? What about? Не жайлы? Денсаулық жайлы, жаттығулар жайлы, не? Енді бізде айтайықшы, қаншалықты пайдалы екен денсаулыққа, не жаттығу, регулярно жаттығу істеген кезде бізде не пайдалы екен? Қандай? Неге алып келген? Who wants to answer? The first one. Бұлшық еттерді мықты ұстау. Одан кейін Ахмет. Keep healthy. Сау салмақты сақтау. Одан кейінгі Асия. Sleep right at night. Окей, түнде жақсы ұйықтау. Тағы да. Кім жаңа? Камила. Less worry or stress. Қысымды және стресті аз сезіну. Қысымды тағы да алаңдауды аз сезіну. Окей, the next one. Feel good about yourself. Feel good about yourself. Ол деген не деген екен? Өзіңді жақсы сезіну. И тағы да Аружан. The last one. Less worry or stress. It was. Жансая. Feel ready about school. Okay, feel ready about school. Мектепке жақсы дайын болу, жақсы оқу. Окей, молодцы. Енді біз алдыңғы сабақты қайталап алдық. We have repeated the last lesson now, and today we have one video. Let's listen one video and discuss about it, okay? And guess what is it, what about it? Давайте кеңдер тыңдайық бір видеоны, сосын көрейік не жайлы екен ол, иә? Окей, көрдің бе, жаңа сөздіктер біз уже жаттап алдық, өткен сабақтан, осы жерде кездескен сөздер. Енді қалай деп ойлайсыңдар? How do you think? What is about this video? How do you think? Қалай деп ойлайсыңдар? Не жайлы бұл? Аружан? About exercise, окей? Жаттығулар жайлы екен, иә? Окей, сол осыдан келіп шығады, бізде бүгінгі тақырыбымыз қандай? Алдыңғы тақырыппен байланысты Do I get enough exercise? Ол дегені
біз жеткілікті дәрежеде жаттығу жасаймыз ба деген тақырып екен. Тағы да спорт жайлы тақырып екен, иә? Енді қазір мына жерде мен сіздерге бір I'm going to give you some papers. So if you have қолымыздың атауын осы жерден шығарып аламыз. Көп қандай атау екен? Спорт тақырыбына байланысты сөздікте let's march байланысты бір сөз шығу керек, иә? Спорт тақырыбына байланысты. I'll give you 1 minute. Сіз әдемілеп қандай сөз екен көрейінші. Сөзді білеміз жүрміз. Okay, 1 minute. Exercise. Okay, ready. You are ready. Thank you. Exercise. Ол деген не деген? Жаттығу деген ол деген. Одан кейінгісі. The next one. Okay, давайте. Не деген сөз деген? No. Асия. Аружан. Нұрбек. Health деген сөз. Health деген не деген? Health деген не деген? No. Жаңа сөздікте бар еді ғой? Здоровье деген, health деген. Денсаулық деген сөз деген, иә? Денсаулық деген сөзіміз деген, иә? Ал мына бұл қандай еді? Жаттығу деген сөз деген. Окей, молодцы. Енді қаңдар, бүгінгі бізде тақырыптан Do I get some enough exercise деген тақырыптан бізде мақсатымыз бар екен. Қаңдар, екі мақсат қандай неге жетісуіміз керек екен. Мысалы, бізде біріншісінде reading деген ол оқылым. Understand with little support, specific information and detail in short, simple text дейді. Бізде бір мәтін беріледі осы тақырыпқа байланысты. We have one text and we have to read and translate this text. Оқып және аударып тағы түсініп алу керек. Не жайлы екен ол текстіміз. Одан кейінгісі екінші мақсатымыз бізде speaking дейді. Speaking деген айтылымда give an opinion at sentence level on a limited range of general and curricular topics дейді. Бұл жерде әрбір оқушы, әрбір тыңдаушы өз ойын айта білу керек екен. Осы спорт жайлы не ойлайды, оның қандай хоббисы бар, немен айналысады деген сияқты сондай бір кішірек өзі жайлы айтып беру керек екен. Түсіндіңдер ғой, иә? Окей. The next one бізде жаңа сөздіктер, тез дәптерімізді аламыз, ручканы аламыз. Осы тақырыпқа байланысты, текстке байланысты бізде жаңа сөздіктер. We have new words. I will learn and you will repeat it after me. Okay? So бірінші қараңдар, тыңдап аламыз. Жақсылап. Walk, жүру серуендеу, jogging, жүгіру, play football, футбол ойнау, do exercise, жаттығу жасау, get up, weekend, move, қимылдау, playground, ойын алаңы, member, мүше, and swim, жүзу. Түсінікті болды ғой, қиын емес, иә? Окей, тез жазып аламыз жаңа сөздіктерді. Қайсы сөз тағы да түсініксіз болса сұраймыз. Тез жазып аламыз. And we are going to give you our text about exercise. Есімдерге қатысуыңды нейді. Қазір бірмеді оқимыз. Жақсылап оқып аудануға әрекет жасаймыз. Тез жазып аламыз. Walk, жүру, серуендеу, jogging, жүгіру, play football, футбол ойнау, do exercise, жаттығу жасау, get up, ұйқыдан тұру, weekend, демалыс, move, қимылдау, playground, ойын алаңы, member, мүше, and swim, жүзу.
Okay, have you finished? Жазып болдыңдар ма? Have you finished? Давайте быстрее. Okay. If you have finished, жазып қойдыңдар ма? Жаңа сөздерді жаттау міндетті түрде. Let's read and translate our text. Do I get enough sound exercise? Okay? Asya, let's begin. Let's begin, read and translate. Жақсы тыңдаймыз. Аударуға әрекет жасаймыз, түсінуге әрекет жасаймыз. Не жайлы екен бұл текст, okay? Asya, let's begin. Every week I get lots I get lots of exercise. Every week I get lots of exercise. How can we translate this? әр апта сайын жаттығу жасаймын. Lots of. Көп жаттығу жасаймыз. Monday to Friday I walk to school and basketball. Okay, from Monday till Friday. Қашаннан қашан? Күнде мектепке барамын. Okay, Алжан, the next one. Okay. It takes 15 minutes each way. Okay, it takes 15 minutes each way. Ол дегенде 15 минут уақыт алады екен, иә? Үймен мектептің арасында. Okay, Нұрсұлтан, the next one. At school дегеннен бастап, yes?